Еврейлер. Әлем халқының 0,2% ғана. Бірақ Нобель сыйлығы лауреаттарының 20%-дан астамы осы халықтан. Физикадағы ең үлкен есімдердің бірі Альберт Эйнштейн, Фейсбуктың негізін қалаушы Марк Цукерберг, Голливудтың жарты тарихын еврей режиссерлар жасады. Бірақ дәл осы халықтың мемлекеті Израиль бүгін әлемдегі ең даулы соғыстардың ортасында. Газада мыңдаған адам қаза болды. Израиль қалаларына ракеталар ұшты. Ал 2026 жылы таяу шығыстағы соғыс жаңа деңгейге көтерілді. Сонда сұрақ туындайды: еврейлер жалпы кімдер? Әлемді өзгерткен халық па, әлде әлемдегі ең үлкен геосаяси дау-дамайдың ортасындағы ұлт ба? Және ең маңыздысы, неге еврейлер туралы әңгіме әрдайым бәрімізге эмоция, саясат және мифтердің ортасында қалады? Бұл видеода біз тарихқа, саясатқа және қазіргі соғысқа қарап, еврейлер туралы ең көп айтылатын 5 үлкен мифті талдаймыз. Ендеше видеоны соңына дейін көріңіз, ал дәл қазір каналға тіркеліп алыңыз. Неге әлем еврейлерді, Израилді және Нетаньяху саясатын бір нәрсе деп шатастырады? Альберт Эйнштейн, Ханна Аренд, Берни Сандерс, Натали Портман, ал арғы бетте үйінен айырылған палестиналық отбасы. Бұларды не байланыстырады? Көп адам бірден айтады Израиль, ал басқалары еврейлер, тағы бірі сионизм дейді. Бірақ ең үлкен проблема да осында. Өйткені бүгінгі әлем бір аса күрделі шындықты тым қарабайыр түсіндіреді. Еврей халқы, Израиль мемлекеті және Израилдің қазіргі саясаты бір нәрсе емес. Осы үшеуін шатастырған сәттен бастап, әңгіме тарихтан саясатқа емес, ақиқаттан пропагандаға ауысады. Ал дәл қазір 2026 жылдың наурызында бұл шатасудың бағасы бұрынғыдан да ауыр болып тұр. Газадағы соғыс толық тоқтаған жоқ. Қазан айындағы бітімнен кейін де адамдар қаза табуды жалғастырды. Сонымен қатар ақпанның соңында Израиль мен Иран арасындағы кеңірек соғыс басталып, аймақтағы дипломатиялық процестерді тежеді. Reuters агенттігінің дерегі бойынша осы кезеңде Газада атыс жалғасқанын, ал аймақтық соғыс келіссөздерді тоқырауға тірегенін көрсетеді. Еврейлер деген кім? Ұлт па, дін бе, өркениет пе? Еврейлер туралы сөз қозғалғанда көп адам бірден саясатқа секіреді. Бірақ әуелі ең негізгі нәрсені түсіну керек. Еврей болу бір ғана өлшем емес. Бұл дін болуы мүмкін, этникалық шығу тегі болуы мүмкін, мәдени өркениеттік сәйкестік болуы да мүмкін. Кейде осы үшеуінің де қосындысы болуы мүмкін. Сондықтан бір еврей қатаң діндар, екіншісі мүлде секуляр, үшіншісі Израиль саясатын аш сынайтын адам, ал төртіншісі Палестина мемлекетін қолдайтын белсенді болуы мүмкін. Мәселе мынада: сырт көзге еврей деген бір тұтас блок сияқты көрінеді. Ал шындықта бұл ішінен өте көп тармақтарға бөлінген әлем. Мысалы, Израилдің өз ішінде де қоғам терең топтарға бөлінген. Олар зайырлы топтар, діндарлар, ультраортодокстар, қоныстанушылар қозғалысы, араб азаматтар, солшылдар, оңшыл ұлтшылдар бәрі бір мемлекет ішінде әртүрлі болашақ елестетеді. Reuters'тың жазуынша соңғы жылдары Израиль саясатында әсіре оңшыл және қоныстанушы топтардың ықпалы айқын күшейді. Соның ішінде Итамар Бен-Гвир секілді тұлғалар қайтадан билікке оралды. Неге еврейлер әлем тарихында тым көп айтылатын ұлт? Сонымен қатар Құранда да яһудилер деп қайта-қайта аяттарда кездеседі. Яғни, еврейлер жайлы әңгіменің қызуы бір ғана себептерден емес, бұл халықтың тарихы өте ерекше болғандықтан. Мыңдаған жыл бойы олар мемлекетін жоғалтты. Әртүрлі империяларда азшылық болды, қуғын көрді, жер аударылды, холокост жасалды. Бірақ соған қарамастан мәдениет пен білімге сүйеніп аман қалды. Сондықтан еврейлер туралы кез келген әңгімеде екі шындық қатар жүреді. Біріншісі, олар тарихи қудалаудың құрбаны болды десе, екіншісінде сол қысым олардың ішінде білім, желі, қауымдастық, өзара қолдау мәдениетін күшейтті дейді. Сол себепті ғылымда, қаржыда, медицинада, өнерде, құқықта, медиа мен технологияда еврей текті адамдардың үлесі жиі көзге түседі. Бірақ дәл осы көрінушілік ғасырлар бойы қауіпті мифтерді де туғызды. Яғни көзге көріне беретін бұл азшылық топ өте оңай бәрін басқаратын құпия күш деген қастандық теориясына айналып үлгерді. Сол жерде аналитика бітеді, ал антисемитизм басталады. Холокосттан кейін туған мемлекет және әлі бітпеген тарихи түйін.
Еврейлер тарихын израильсіз түсіндіру мүмкін емес. Ал Израиль тарихын Палестинасыз түсіндіру мүмкін емес. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін, әсіресе Холокосттан соң, еврейлер үшін қауіпсіз ұлттық мемлекет идеясы халықаралық деңгейде бұрынғыдан да күшті қолдау тапты. Бірақ дәл сол процестің ішінде палестиналық арабтардың жері, құқығы, болашағы және мемлекеттілігі шетке ығыстырылды. Содан бері бұл қақтығыс екі параллель шындықпен өмір сүріп келеді. Израиль үшін бұл аман қалу туралы жоба болса, ал палестиналықтар үшін бұл туған жерден айырылу туралы трагедия. Сондықтан екі жақта өзін тек құрбан ретінде көреді. Және екеуі де осы жердің иесі сезінеді. Ал дәл осы жерде қақтығыс ең уытты күйген еді. 2024 жылы Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық соты Израильдің басып алған палестиналық аумақтардағы қатысуын заңсыз деп сипаттап, жаңа қоныстарды тоқтатып, бұрынғыларды эвакуациялау керек деген консультативтік қорытынды шығарды. 2025 жылы сол сот Израиль Палестинадағы базалық гуманитарлық қажеттіліктерге, соның ішінде Біріккен ұлттар ұйымының көмегіне кедергі жасамауға міндетті екенін де айтты. Израиль бұл қорытындылармен келіспейтінін мәлімдеді. Қазіргі үлкен қате, Израиль үкіметін сынасаң, еврейлерді де сынаған боласың. Міне, бүгінгі ең қауіпті шатасу осы. Көп елде, көп медиада, тіпті әлеуметтік желіде де мынандай қысқа формула жұмыс істейді. Израильді сынау, еврейлерді жек көру. Бірақ бұл формула шындықты бұзады. Өйткені Израильдің қазіргі үкіметін сынау міндетті түрде еврей халқын сынау емес екен. Керісінше, Израильдің ішінде де, сыртында да көптеген еврейлер қазіргі саясатты қатты сынайды. Сынның негізгі нысалары мыналар. Батыс жағалаудағы қоныстанулардың көңеюі, палестиналықтардың құқықтық теңсіздігі, әскери операциялардың масштабы, әсіре оңшыл, діни ұлтшыл топтардың күшеюі, екі мемлекет шешімінің жүйелі түрде әлсіреуі. Израиль үкіметі батыс жағалауда жерді тіркеу мен сатып алуды, қоныстанушыларға ыңғайлы ететін қадамдар жасап, Палестина тарапы мен араб елдері оны де-факто аннексияға жақындататын шешімдер деп жатады. 2025 жылғы желтоқсанда Израиль кабинеті тағы 19 қонысқа заңды мәртебе беру туралы шешім қабылдағаны анықталды. Яғни бүгінгі дау еврейлер туралы ғана емес, бұл мемлекет пен биліктің не істеп жатқаны туралы дау. Батыс жағалау картадағы дақ емес, болашақтың кілті. Көп көрермен Газаға қарайды. Бірақ саясаткерлердің шынайы ойыны көбіне батыс жағалауда жүреді. Өйткені дәл сол жерде болашақ Палестина мемлекетінің географиясы біртіндеп бөлшектеніп барады. Үйлердің бұзылуы, жердің тіркелуі, қоныстардың кеңеюі, жолдармен бақылау жүйелері бұлар жаңалықтағы ұсақ эпизод емес. Бұлар болашақ картаны өзгертіп жатқан нақты механизмдер. Газадағы соғыс неліктен Израильдің өз болашағында күйретіп жатыр. Израиль өз мемлекетін қауіпсіздік үшін құрды. Бірақ соңғы 2 жылдағы соғыс осы жобаның ең ауыр парадоксын ашты. Қауіпсіздік үшін құрылған мемлекет өзін қауіпсіз сезінбейтін қоғамға айналды. Reuters агенттігі 2026 жылғы наурыздың материалында Израиль банкі пайыздық мөлшерлемені төмендетпей ұстауына Иран мен соғыс қаупі және геосаяси тұрақсыздық себеп болғанын жазды. Яғни қақтығыс тек моральдық немесе әскери мәселе емес, ол экономикаға, тұрғын үй бағасына, инвестицияға, күнделікті өмірге де әсер етіп отыр. Ал Газада қазан айындағы бітімге қарамастан атыс жалғасып, сол уақыттан бері жүздеген палестиналық қаза тапқан. Газа денсаулық сақтау органдары 2023 жылғы 7 қазаннан бері қаза тапқандар санын 72 мыңнан асты дейді. Бұл сандардың саяси дау бар, бірақ одан да үлкен шындық бар. Ол ұзақ соғыс Израильдің де, Палестинаның да болашағын жеп жатыр. Израиль мемлекеті әлемге стартаптар елі ретінде де өңкей еврейлердің барлығы басы істейтін керемет ғалым боп туады деп те танылған еді. IT жобаларда да көш басында тұрғаны әрине анық белгілі. Осы орайда бізде еврейлерге есемізді жібермейік деп, күллі қазаққа пайдамыз тисін деп қажет бизнес қосымшасын жасадық. Бұл жерде сіз бір ғана баға төлеп жыл бойына әлемдегі және Қазақстандағы трендтегі сабақтарды, курстарды көре аласыздар. Тәп-тәуір нәтижеге жетіп, пайдасында тауып жатқан көрерменіміз
клиенттеріміз бар. Сізде қатарына қосылыңыз, берекелі бизнес жасап, қажетті қабілеттерді меңгерсем деп жүрсеңіз, қажет қосымшасы дәл сіз үшін. Толығырақ ақпарат алу үшін профильдегі сілтемеге өтіңіз, немесе мынау номерге жазыңыз. Тіпті болмай жатса, өзіңіз Play Market пен App Store'дан жүктеп алсаңыз, ішіндегі барлық ақпараттарды көре аласыз. Осылай бір-бірімізге үн қосайық, бір-бірімізге қолдау көрсетейік. Нетянаху феномені соғыс кезіндегі лидер ме, әлде соғыстан қорек алатын саясат па? Мұнда бір адамның атын атамай кету мүмкін емес. Биньямин Нетяняху. Ол Израиль тарихындағы ең ұзақ билік құрған диктатор тұлғалардың бірі. Оның саяси формуласы қарапайым. Қауіп көп болса, қатаң лидер сұранысқа ие болады. Қорқыныш көп болса, қоғам компромистен алыстайды. Сондықтан Нетяняху дәуірін түсіну үшін бір нәрсені көру керек. Бұл тек бір адамның мінезі емес. Бұл қорқыныш арқылы басқарылатын қоғамның саяси логикасы. Reuters пен басқа халықаралық дереккөздер соңғы кезеңде Израиль саясатында қоныстанушы және әсіре оңшыл күштердің үкіметке ықпалын қайта күшейткенін, ал Газа бойынша тұрақты мәміле мүмкіндігі аймақтық соғысқа байланысты тағы да тоқырағанын жазды. Яғни, бүгінгі мәселе тек Нетяняху жақсы ма, әлде жаман ма деген сұрақ емес. Негізгі сұрақ, Израиль қоғамы қауіпсіздікті тек күш арқылы ғана көремін деп, өз саясатын тұйық шеңберге кіргізіп алды ма? Мәселе осыда. Еврейлер жайлы ең қызық не екенін білесіз бе? Бүгін әлемде екі бірдей жалған қарапайым әңгіме жүріп жатыр. Біріншісі, еврейлер бәрін басқарады десе, екіншісі, Израиль не істесе де, ол тек өзін қорғайды дейді. Екеуі де тым қарапайым, екеуі де шындықты білдіреді. Шынайы картина анағұрлым күрделі. Еврейлердің өзі біртекті емес. Израиль қоғамы ішінен жарылған бірнешеге. Палестинадағы гуманитарлық апат шынайы. Хамас мәселесі де шынайы. Қоныстану саясаты да шынайы. Антисемитизмнің де бар екені рас. Исламофобия да шынайы. Яғни, бұл тақырыпта ең қауіпті нәрсе бір жақты моральдық маска кию. Себебі мұнда бір жақтың ғана азабы бар деп айту қиын. Бірақ кімнің қолында мемлекет, армия, әуе күші, бақылау жүйесі, заң күші бар деген сұраққа жауап беру әлдеқайда оңай. Сол себепті халықаралық құқықтағы пікірталас кім көбірек ұнатады дегенге емес, кім неге жауапты дегенге тіреледі. Еврейлер туралы әңгімені бастау оңай, бірақ оны әділ аяқтау қиын. Өйткені бұл тақырыпта үш нәрсе қатар жүреді: тарихи қудалау, ұлттық аман қалу және биліктің зорлыққа айналуы. Сондықтан ең дұрыс сұрақ, еврейлер қандай халық емес? Ең дұрыс сұрақ, неге әлем әлі күнге дейін халықты, мемлекетті және үкіметті ажырата алмайды? Міне, түйін осында. Егер сен еврейлерді тұтас бір саяси режиммен теңестірсең, сен шындықты жоғалтасың. Егер сен Израиль мемлекетін ешқашан сыналмайтын тарихи құрбан ретінде ғана көрсетсең, сен де шындықты жоғалтасың. Ал шындық мынандай: бұл қақтығыста тарих та бар, травма да бар, пропаганда да бар, тіпті қылмыс та бар. Сондықтан ең үлкен батылдық бір халықты жек көру емес, шатастырылған ұғымдарды ажырата білу. Қадірлі көрермен, осы үш мәселе бойынша сіз не айтасыз, өз ойыңыз қандай? Пікірге жаза кетіңіз, біздің каналға жазылуды ұмытпаңыз. Егер саясатқа қызығып, осы тақырыпта пропаганданың құрбанына айналып кеткен таныстарыңыз болса, осы видеоны жіберіп қойыңыз. Саяси санасы өссін, дамсын.